Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 1 сынып 22 сабақ. 22 сабақ 10 көлеміндегі сандарды қосу және азайту. Балалар, бірінші тапсырмаға назар салайық. Балаларға сурет бойынша сандардың қосындысы мен айырмасын құрастыруға көмектес дейді. Ал балалар, суретке назар аударамыз. Бұл жерде жапырақтар берілген екен. Яғни 3 қызыл жапырақ, 5 сары жапырақ. Яғни қосу мен азайту өрнектерін құрастыру үшін балалар 3 қосу 5, яғни 3 қызыл жапырақ қосылған сары 5 жапырақ. Сонда болады 8. Немесе 5 қосу 3 тең болады 8. Енді айырмасын құрастырамыз. Барлығы 8 жапырақ. Одан азайтамыз 3 қызыл жапырақты, тең болады 5 сары жапырақ. Немесе 8 жапырақтан азайтамыз 5 сары жапырақты, тең болады 3 қызыл жапырақ. Келесі суретке назар аударамыз. Бұл жерде 6 қызыл гүл және 2 сары гүл көрсетілген екен балалар. Яғни 6 қосылған 2 тең болады 8, яғни барлық гүлдер 8 екен. Немесе 2 қосылған 6 тең болады 8. Айырмасын құраймыз. Барлығы 8 гүл, одан азайтамыз 2 сары гүлді, тең болады 6. Немесе 8-ден азайтамыз 6 қызыл гүлді, тең болады 2. Балалар, түсінікті болып жатыр ма? Енді екінші тапсырмаға қараймыз. Есепте дейді. Ал балалар, есептеп көрейік. Ең бірінші жапырақта 1 саны жазылған. Қосу 3 саны, одан соң 5 саны. Азайтылған 6, қосылған 3, қосылған 4 тең болады неше? Ал балалар, барлығы болады 10. Келесі 10 азайтылған 8, қосылған 6, азайтылған 4, азайтылған 4, қосылған 9 тең болады 9 екен балалар. Келесі тапсырмаға қараймыз. Үшінші тапсырма сандардың құрамын есіңе түсір дейді. Ал балалар, есімізге түсіреміз. 8 саны шығу үшін балалар, оның құрамы басқаша болуы мүмкін. Мен осындай мысалдарды алдым, сендер басқаша қылып жазуларыңа да болады. Мысалы, мен 8 санының құрамына 4 қосылған 4-ті алдым. Сендер немесе 5 қосылған 3-ті алуларыңа болады, немесе 2 қосылған 6-ны алуларыңа болады. Барлығың өздеріңе ұнаған жазуларыңа болады. Келесі 9-ның құрамына 5 қосылған 4-ті алдым. 10-ның құрамы 4 қосылған 6. 7 санының құрамына 3 қосылған 4. 6 санының құрамына 2 қосылған 4. 5 санының құрамына 1 қосылған 4. Мен осылайша өзімнің есебімді құрастырдым. Сендер өздерің құрастырып жазуларыңа болады балалар. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырма, екінші қосылғышты алу үшін текшені лақтыр дейді. Мысалдар құрастыр және есепте. Ал балалар, бірінші қосылғыштар бізге беріліп қойған екен. Екінші қосылғыштар табу үшін балалар біз текшені лақтырып отырамыз. Мен 4-ті алдым, яғни 1 қосылған 4 тең болады 5. 2 қосылған 3 тең болады 5. 3 қосылған 2 тең болады 5. 4 қосылған 1 тең болады 5. Сендер әртүрлі қылып жазуларыңа болады балалар. Яғни мысал үшін 1 қосылған 6 жазуларыңа болады, 2 қосылған 7 жазуларыңа болады, 3 қосылған 4, немесе 4 қосылған 2 деп жазуларыңа болады. Бұл менің құрастырған есебім болып табылады. Балалар, өздерінің басқашалай жазуларыңа болады. Балалар, сабақ сендерге ұнады ма? Сабақ түсінікті болса, сендерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.